Сізге айтқым келеді, негізі өзіңіз енді инстаграмда сіздің образыңызбен қаншама уақыт танысып қалған адамдарымыз ғой, бірақ мынандай сияқты сіз просто қасықтап жинаған абыройыңызды мына жерге келіп шелектеп төгіп жатқан сияқтысыз да. Иә, и мен ойлаймын, сіз жаңағы инстаграмдағы образыңыз мынандай бір қайырымдылық көрсетіп, жаңағы ақшасы жоқтарға көмектесіз, басқа қыласыз да. Бірақтан білмеймін, енді мына жердегі образыңыз шын бейнеңіз сияқты сіздің. Сіз қазір істеп отырған әрекеттеріңіз, жоқ, сіздің қарасаңызшы, сіздің істеп отырған әрекеттеріңіз, сіз бар ғой, еркек дейтін атқа өте кір келтіріп жүрген, әйел деген атқа ғана лайық адамсыз. Әдемі. Кетпейікші қыздар, өтініш, артық кетпей-ақ қой. Бекзат. Сендерге өзім атынан бір-екі қызықты факт айтып берейін. Мына шоуда, енді бұл как бір жағынан шоу, бір жағынан как реалити проект, короче. В общем, не айта аламын. Кейбір адамдар айтып жатыр, что менің сөзімді дайындайды, или осылайық өзі менің сөзімді дайындап береді дейді, ондай емес. Сосын сценарий дейді, тоже ондай емес, бұл жерде ешқандай сценарий жоқ, бәрі по факту болып жатыр. Сосын не? Главный нәрсе, бәрі мен ойлап жатыр екен, мынау скоро андай не болып кетеді дейді. Так, мен үміткермін, қатысушы болып кетеді дейді, күтіп отырады дейді мені, короче. Тоже ондай емес, мен оған 100% гарантия беремін, и мен ешқашан деп айтпай қойын. В общем, менің ойым, мақсатым ол емес. Біздің мақсат чисто так осы маржамен қыдырып, үш бара өсен көресің. Тайландқа келіп, мопедпен жүрген жайымыз бар. Екеуі әдем келедір ғой. Кино ойнам, дорама ғой. В общем, достар, Таиландқа приключениясыз болмайды ғой. Таиландтың өкіметіне атағаным болсын деп, енді бір 14 мың теңге тастап кеттім, бар. Шлем тақпаған ма жейсің, бұл жақта да қоқы жүре беремін деп ойлағаным, короче. Болмады, короче, ұстап алды. Мен не деймін де, ақша сұрап ойлаймын ғой, короче, ақша предлагать етсем, блядь, взяткаға вообще қораға кіріп кетем бе. Соны түсіне алмайын ғой, сөйтсем, бүйтіп, короче, ақша сұрайды ғой, қанша десем, мың бат. Бейші андай, төрт-төрт қағазға шығарып орысша қылыпшы, кәдімгідей, уже орыстар талай ұстаған ғой деймін ғой. Қазақтарды талай ұстаған ғой, мың баттан, короче, сойып тұр ғой. Мен именно соның алдында шығарып беріп тоқтатайын деген сияқты. Сондай қызықтар болды. В общем, достар, қазір бір клубтау бірдеңе кірдік. В общем, Таиландқа келіп, құрметті достар, массаж істеп келсең, өте күнәға батасың дейді. Татьямыз массаж істеп жатыр. Менде қытық страшно енді. Жаңағы Нұрка жатқан дейді, Хуршет жатыр. Мен қытығым бар енді, ана біліп алып, короче, қытықтап қояды арасында. Массаждары 200 бат, ана жерден жазылып тұр. Короче. Мұны подряд ұйықтап қалған ше. Al. Біз жатыр көзіміз бақырайды. Мен массажға қатты үйренбеген. Ондай ауырып кетеді ма, бірдеңе, короче. Қытығым бар, короче, массаж қиналып кеткен. Бір андай кейде деп айта алмаймын енді. Болады.